Ассалаумағалейкум достар. Мамайға аңшылық басталды. Билік халықтың адамын шеттету үшін оны өлтіруді жоспарлады. Жанболат Мамайды қорқыту үшін Дикий Арман Мамайдың досын ұрып соғыс, өлтіре жаздапты. Не деген сұмдық? Достар, Жанболат Мамайды шұғыл босату керек, оның өміріне қауіп төнді. Тоқаевты тоқтату керек. Осы видеоға барынша көп лайк қойыңыз, шындықты барлығы білсін. Бастайық. Жаңаөзенде белсенді Мұратбай Жұмағалиевті біреулер ұрып кеткен. Жаңаөзендегі белсенділердің айтуынша, оқиға 6 қазанда түнде болған. Демпартия өкілі Мұратбай Жұмағалиев ұлымен бірге үйіне келгенде маска таққан бірнеше жігіт белсендіні ұрып соққан деп айтылады. Белсендіні жақсы танитын Келбет Нұрбаевтың сөзіне қарағанда, ұлы қорғанатын зат алып шығу үшін үйіне жүгіріп кіріп кеткен. Шыққан кезде шабуылдаушылар қашып кеткен. Интернетте оқиғадан соң Жұмағалиевті ауруханаға келген сәті түсірілген видео тарады. Онда Мұратбай Жұмағалиевтің оң аяғының дәкемен ораулы екені көрінеді. Видеоны түсіріп тұрған адамдарды шындықты айтқаны үшін қудалауға болмайтынын айтады. Оның айтуынша, Жұмағалиевтің үйінің маңында камерада болған. Ауруханаға сәлден соң полицияда келетінін жеткізеді. Келбет Нұрбаевтың айтуынша, дәрігерлер Жұмағалиевтің аяғын рентгенге түсіріп, аяғы сынбағанын анықтаған. Бірақ жамбас аяқтары қатты көгеріп тұр дейді ол. Жұмағалиевтің өзі полицияға арыз түсірмеген. Қазір белсенді үйінде. Маңғыстау облысы полиция департаментінің хабарлауынша, белсенді ауруханаға түскеннен кейін Жаңаөзен қаласының полиция басқармасы оқиғаны бұзақылық 293 бап бойынша тексере бастаған. Мұратбай Жұмағалиев Жаңаөзенде қоғамдық мәселелерге пікірін ашық айтып жүрген белсенділердің бірі. Ол соңғы кезде қаладағы жұмыссыздық, ресейліктердің елге ағылуына байланысты шара қолдану мәселелерін көтеріп жүрген. Ол маусым айында мұнайшы Нұрлыбек Нұрғалиевпен бірге Жаңаөзенде 2011 жылы желтоқсанда болған қанды оқиғаны қайта тергеуді талап етіп, президент әкімшілігіне хат тапсырған. Мемлекеттік орыс тіл. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 7 қазанда Санкт-Петербургте ТМД елдері басшыларының бейресми саммитінде ТМД жанынан орыс тілін қолдау және дамыту бойынша халықаралық ұйым құруды ұсынған. Бұл туралы саммитте Владимир Путин мәлімдеді. Ресей президентінің сөзі Кремль сайтында жариялады. Президент Тоқаевқа алғысымызды білдіреміз. Менің ойымша, бұл бәріміз үшін маңызды, себебі орыс тілі сөзсіз мемлекетаралық араласу тілі. Біз әрине Қазақстан президентінің ұсынысын қолдаймыз, және өз тарапымнан бұл идеяны жүзеге асыру үшін барын жасаймын, деді Путин. Ақорда Петербургтегі саммит жайлы хабарламасында Тоқаев мұндай ұсыныс айтқанын жазбады. Ақорданың баспасөз қызметі ТМД басшыларының бейресми саммитінде ұйым қызметінің басым бағыттары, өзара тиімді ынтымақтастықты нығайту және одан әрі дамыту жөніндегі жоспар талқылағанын хабарлады. Бұл саммит Путин 70 жасқа толған күні өтіп жатыр. Қазақстан президенті Тоқаев Петербургте Путинді мерейтойымен құттықтады. Кейінгі уақытта Ресейде Қазақстандағы ұлтаралық қатынастар және орыс халқының жағдайы туралы әртүрлі деңгейдегі талқылаулар күшейген. Ресейлік саясаткерлер Қазақстан орыс тіліне қысым жасалып жатыр деп бірнеше рет мәлімдеме жасаған. Ресейлік саясаткерлер Қазақстандағы қазақ тілді белсенділердің әрекетін және тілге қатысты заңдарды жиі сынға алған. 2021 жылы жазда ресейлік бірқатар басылымдар азаматтық белсенді Қуат Ахметовтың қазақ тілінде қызмет көрсетуді талап еткен видеосын орыстарды жек көрушілікке теңеп, артынша Қазақстанда белсендінің үстінен алауыздық тудыру бойынша қылмыстық іс қозғалған. Кейін Ахметовтың елден кеткені белгілі болды. 2021 жылы қыркүйектегі жолдауында президент Тоқаев ата заң бойынша Қазақстанда бір ғана мемлекеттік тіл, қазақ тілі, ал орыс тіліне ресми мәртебе берілген. Біздің заңымыз бойынша оны қолдануға бөгет жасауға болмайды деген. Жұрт өлімін тілеген шошқа. 7 қазанда Ресей президенті Владимир Путин 70 жасқа толды. Осы күнге дейін ол оппозицияны басып жаншып, Украинаға басқыншылық жасаған соң елдің болашағына балта шапқандай болды. Ресей әскерінің соғыстағы сәтсіздіктері мен халық құптай қоймаған мобилизациядан соң жұрттың Путинге көзқарасы өзгеруі мүмкін дейді сарапшылар. Биыл 70 жасқа толған Ресей президенті Владимир Путиннің мерейтойы авторитар лидердің 20 жылдан астам уақытқа жалғасып келе жатқан билігінің ең күрделі проблемаларымен тұспа-тұс келіп отыр. Ол Украинаға басқыншылық жасай отырып, таразының бір басына соғысты, ал екінші басына бар жинаған атақ даңқы мен беделін ойды. Владимир Путин оппозиция өкілдерін аяусыз басып жаншып, ең белсенділерін елден қуды.
Соған қарамастан, халық қолдауына ие болып келген оның рейтингі енді төмендеуі мүмкін. Қазір Украинадағы соғыс бір адамның қолына шоғырланған саяси жүйенің әлсіз тұсы болып отыр. Путиннің жоғарғы билікте отырғанына 23 жыл болды. Осы уақыт ішінде ол Ресей президенті және премьер-министрі лауазымын атқарды. Жағдай түбегейлі өзгерген деп жорамал жасап отырмын деді Левада Центр, тәуелсіз зерттеу агенттігінің социологы Лев Гудков. Ол Путиннің 21 қыркүйекте әскери мобилизация жариялағаны жағдайды түбегейлі өзгерте алады деп топшылайды. Мобилизация бәріне тиіп жатыр. Мобилизацияның жариялануы жағдайды түбегейлі өзгертті. Соғыс Ресейдің ішіне келді деді ол. Ресейдің басқыншылығы Украина билігі мен халқының қарсылығына тап болды. Өткен айда Украина күштерінің Харьков облысындағы қарсы шабуылы Ресей әскерін кері шегінуге, Путинді мобилизация жариялауға мәжбүр етті. Ол бірнеше ай бойы мұндай қадамға бармайтынын айтумен болған еді. Кремль ашқан соғысқа батыста реакция білдіріп, Ресейге санкция салды. Ал Швеция мен Финляндия НАТО одағына кірді. Ресей халықаралық қауымдастықтан бұрын соңды бұлай оқшауланған емес. Путин 24 ақпаннан бері Цугцвангта шахмат ойынында қандай жүріс жасаса да позиция жақсармайтын жағдайда қалу отыр деді Ресей мемлекеттік думасының бұрынғы депутаты, оппозициялық саясаткер Дмитрий Гудков. Ол Ресейдің Украинаға басып кірген күнін айтып отыр. Мәңгі Цугцванг. Бұл шахматта кез келген қадамның жағдайды нашарлататынын білдіреді. Шарасыздық сезімі болды. Ресейліктер үшін Путиннің билігіне ашық қарсы шығу психологиялық қадам екені сөзсіз. Билік басына келген алғашқы жылдары Владимир Путин мемлекеттік пропаганда құралдарын пайдаланып, орталықтандырылған билік, заң диктатурасы секілді құндылықтарды насихаттады. Сөйте тұра, демократия, сөз бостандығы ұранға айнала бастаған 1990 жылдарға күйе жағуға тырысты. Бірақ кейінгі жылдары Путин орыстың даралығы, орыс ұлтшылдығы, Ресей билігінің халықаралық аренадағы орны, мәдени консерватизм мен ақшты сынап мінеу секілді сценарийге көшті деп жазды Корнелл университетіндегі саясаттану профессоры Валерий Банс 2017 жылы әзірлеген Ресейдегі түрлі түсті революция мүмкіндігі деген баяндамасында. Мұндай тактика Ресей оппозициясына жік салып, оны патриоттар мен сатқындар арасында таңдау жасауға мәжбүрледі. 2012 жылдан бастап Кремль шетел агенттері туралы заң қабылдап, өзгеше ойлайтындардың бәрін сатқын деп жариялай бастады. Ресейде саяси диссиденттер не түрмеге қамалады, не көршілері, туыстары, әріптестері мен жұмыс берушілері тарапынан сынға ұшырап, кремльшіл жасақшылардың қудалауына тап болады. Кейінгі апталарда Украинадағы соғысты Ресей мен Батыс арасындағы күрес ретінде сипаттаған Путин, оның ұлтшылдық пиғылына қызыққан оңшыл радикалдардың әрекетіне үнсіз еркіндік берді. Өрт қауіпсіздігі жөніндегі инженер, 35 жастағы Тимур Сайфулмулюков басқыншылықтан кейінгі қоғам санасындағы өзгерістерге мысал бола алды. Томск қаласында тұратын ол 24 ақпанға дейін саясатқа бей-жай қарағаны сонша, Ресейдің Украинаға басқыншылық жасағанын ертеңінде бірақ естіген. Мұны естігенде оның бойында қарсылықтан гөрі апатия сезімі басым болған. Шарасыздық сезімі болды дейді ол Азаттықтың Сибир Реалии сайтына берген сұхбатында. Ештеңе істей алмайтыныңды сезесің. Путин режиммен келіспейтіндер туралы естігенмен. Оларға қарсы қылмыстық іс ашылғанын, түрмеге қамағанын естігенмін. Екіұдай сезім болды. Бір жағынан ештеңе істеуге болмайды деп ойлайсың, екінші жағынан бірдеңе істеуге болатындай көрінеді. Жаз бойы Сайфулмулюков үнсіз болған. Ал Путин мобилизация жариялаған соң ол соғысқа қарсы екенін жазған қағаз ұстап, Томск қаласының орталық көшесіне шығып, жолды жапқан. Шамамен 2 минуттан кейін оны жол қозғалысын бұзды және қарулы күштерге жала жапты деген айыппен қамауға алған. Сайфулмулюков наразылыққа шығу шешімін әйелі қолдамағанын айтады. Бұл оған психологиялық тұрғыда ауыр тиді деді ол. Елімізде болып жатқан мәселелерге жеке жауапкершілігімізді талқылап, әртүрлі қорытындыға келдік. Мен бұл жауапкершілікті сеземін, ал ол ештеңе істеудің қажеті жоқ деп ойлайды. Ықпал ету тетігі де, өміріңді қатерге тігудің мәні де жоқ.